Жалдау ақысын субсидиялау. Сіздің пәтерге төлейтін ақшаңызды мемлекет көмек ретінде 50% төлеп береді. Қалған 50% өзіңіз төлесіз. Жаңадан шыққан бағдарламаға қатысатын азаматтардың тізімін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі жасады. Отбасы банк аталмыш бағыттың операторы ретінде жалдау ақысын субсидиялау мүмкіндігі туралы тізімдегі азаматтарға хабарлады. Ізінше үміткер банк филиалына келмей-ақ Баспана маркет платформасы арқылы онлайн өтініш бере алады. Баспананы жалға алу ақысын субсидиялау бағдарламасы 2022 жылдың мамыр айынан бастап іске қосылады. Жалдау ақысын субсидиялауға кімдер қатыса алады? Көп балалы отбасылар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, жетім балалар, мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар. Өтінім берушіге қойылатын талаптар. Қазақстан Республикасының азаматтығы, соңғы 6 айда отбасының жиынтық табысы адам басына шаққанда 36.018 теңгеден аспауы тиіс. Тұрғын үй кезегіне тұрғанын растау, тұрғын үй иесімен жасалған келісім-шарт. Қолдау көрсетіп, лайк басып, каналға жазылып қойыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Төлем қанша уақыт беріледі? Төлем мерзімі 1 жыл. Осы уақыт аралығында сізге үй кезегі келмеген болса, уақытын ұзарта аласыз. Егер де пәтер иесі болсаңыз, пәтерді жалға алушы арасында жасалған, сондағы құқықтық кадастрда тіркелген шарт жасасыз. Салық төлеу керек болады немесе ес төлеп отырасыз. Егер жылдық табысыңыз 1175 мрп-дан аспасы, ДСП-ны 3063 теңге, Қазпы қосымшасынан төлей аласыз. Өтініш беру үшін қазақстандықтардың ЭЦК кілті болуы қажет. Өтініш берушінің кірісі платформада тексерілгеннен кейін ол өзіне қолайлы баспана тауып, оны жалға алу шартына онлайн қол қойып, тіркелді. Содан кейін ағымдағы шот ашып, жалға алу құнының 50%-ын сол жерге аударады. Банк өз тарапынан қалған 50%-ын аударып, жалға алушының төлем тәртібін одан әрі қалады. Сау болыңыздар. Барлығымызға баспаналы болу бұйырсын.